келесі бағандар тақырыбына мыналардың қайсысын бірнеше бағанға орналастыруға болады? Бірнеше бағанға, яғни әңгіме, өлең, баяндама, шығарма. Кез келген өлеңді бірнеше бағанға орналастыра аламыз. Екінші, бағандарды құру бұйрығы жолақтың қай тіркеме парағында орналасқан? Бетті белгілеу, кірістіру, басты, терезе. Бағандарды құру бұйрығы бетті белгілеу парағында орналасқан. Бағандарды құрудың алғашқы кезеңі. Ең бірінші мәтінді теру арқылы бастаймыз. Одан кейін барып баған құрылады бізде. Бос бетте бағандарға бөлуге болатынын қалай анықтауға болады? Бос бетте, яғни пішімдеу сызығы бойынша. Бағандарға бөлінгеннен кейінгі мәтіннің бастапқы қалпына қалай оралуға болады? Бір бағанды таңдау арқылы. Басқа жауаптары сәйкес келмейді, сондықтан да А варианты дұрыс. Бағандардың анықтауға болатын ең үлкен мүмкін мәні. Яғни бағандарды 12 бағанға бөле аламыз. Ең үлкен мәні 12. Беттің өлшемдері, ернеулері. Құжатты басып шығару. Беттің өлшемдерін қандай бұйрықтармен баптайды? А варианты дұрыс. Жолақтың бетті белгілеу, беттің өлшемдері бұйрығымен. Басқа жауаптар сәйкес емес. Екінші, жиек жолақтарды баптайды. Жиек жолақтар жолақтың бетті белгілеу, беттің өлшемдері тіркеме парағында баптайды. Осы жауаптары сұрақ түрінде берілуі мүмкін. Сондықтан да жауабында жаттап алуымыз керек. Беттің альбомдық теру бағытында биіктігі енінен үлкен, мөлшері бойынша жиек жолақтар тең. Яғни альбомдық ені биіктігінен үлкен болады. Беттің кітаптық теру бағытында, яғни кітап бойынша биіктігі енінен үлкен. Бесінші, айналық жиек жолақтардың пайдалану керек болатын жағдайлар. Парақтың екі жақ бетіне басып шығару. Айналық жиек жолақтар, яғни екі жақ бетіне басып шығару. Бұл айналық жиек жолақтар деп аталынады. Алтыншы, F7 пернетақтасының қызметі. F7 ол бізде емле қателерін тексереді. Жеті,
құжатты алдын ала қарау және басып шығару бұйрықтары қайда орналасқан? Яғни офис батырмасының мәзірінде. А варианты дұрыс бізде. Тез басып шығару және басып шығару бұйрықтарының айырмашылығын көрсетіңдер. Тез басып шығару бізде не? Тез басып шығару үнсіз келісім бойынша қолданылатын принтерге бірден жібереді, ал басып шығару параметрлерін баптаудың сұхбаттық терезесін шығарады. Ең бірінші тез басып шығару бірінші жүзеге асырылады. Сондықтан да А жауабы дұрыс. Алдын ала қарау терезесінде не істеуге болады? Алдын ала қарау терезесінде жиек жолақтарды теру бағытын, мөлшерлерді, қарау масштабын баптауға, құжатты басып шығару үшін жөнелтуге, яғни барлық мүмкіндіктер орындалады. 10-шы, басып шығару беттерінің диапазонын таңдау үшін қолданылатын белгілер. Үтір және дефис арқылы ғана белгіленеді. Қанша бет тұрғанын үтір және дефис арқылы диапазон таңдаймыз. Кестелерді құру. Кесте құру бұйрығы қайда орналасқан? Жолақтың кірістіру бөлімінде орналасқан. Экспресс кесте бұйрығының қызметі. Экспресс кесте дегеніміз, яғни бұл кестелердің дайын шаблондарын қосады. Кестенің яшықтары бойынша қалай жылжуға болады? Қажет яшықтарды тінтіруінмен шерту арқылы жылжыта аламыз. Бос орын емес, яғни қажет яшықтарды тінтір, яғни тышқанды шерту арқылы жылжыта аламыз. Кестенің соңына жаңа жыл қосу үшін қандай пернені басу керек? Яғни тап. Кестенің соңына жаңа жол қосу үшін тап пернесін басамыз. Кестенің бір яшығына кері жылжу үшін қандай пернелерді басу керек? Кері жылжу үшін, яғни Shift Tab'ты басамыз. Кестелерді түзету тақырыбы. Сол тақырыптың ішінен алынған сұрақтар. Кестенің бірнеше яшығын бір яшыққа біріктіру үшін не істеу керек? Шатаспау үшін мен сразу дұрыс жауабын айтам. Яшықтарды ерекшелеп, макет яшықтарды біріктіру бұйрығын таңдау керек. Яғни бірнеше яшығын бір яшыққа біріктіру үшін яшықтарды ерекшелеп, макет яшықтарды біріктіру бұйрығын таңдау керек. Бір яшықты
бірнеше ұяшықтарға бөлуге болмайтын тәсілді көрсетіңдер. Бір ұяшықты бірнеше ұяшықтарға бөлуге болмайтын, яғни бізде бұл жауаптар дұрыс, яғни кірістіру кесте ұяшықты бөлу бұйрығын пайдалану бізде келмейді, болмайды. Кестенің іргелес бағандарын ерекшелеу үшін қандай пернені ұстап тұру керек? Әрине, shift батырмасын ұстап тұру керек. Яғни, ерекшелеу үшін, Кестенің іргелес емес бағандарын ерекшелеу үшін қандай пернені ұстап тұру керек? Іргелес емес, Ctrl-ды басамыз біз. Бұл жерде. Іргелес емес бағандарын ерекшелеу үшін Ctrl пернесін басамыз. Егер бағанның енін пішімдеу сызығы бойынша өзгертетін болсақ, онда жауабы яғни соңғы варианты көрші бағанның ені өзгеріссіз қалады, кесте тұтастай жылжиды. Өзгертсек, көрші бағанның ені өзгеріссіз қалады, кесте жылжып кетеді. Графикалық нысандар мен көркем жазуды кірістіру. Графикалық редакторда құрылған суретті мәтіндік құжатқа ненің көмегімен қосуға болады? Әрине, жауабы бірінші, алмасу буферінің көмегімен қосуға болады. Қате тұжырымды көрсетіңдер. Қате тұжырым бізде В варианты WordArt нысанның мәтінін кейін өзгертуге болмайды. Нысанның мәтінін кейін өзгертуге болмайды. Бұл қате тұжырым. Үшінші. Кірістіру. Иллюстрациялар бейнебаян бұйрығы құжатқа ғаламтор желісінен емес, тұтынушының емес, әртүрлі бермейді. Яғни құжатқа Amorphous суреттер қорынан алынған суретті қосуға мүмкіндік береді. Иллюстрация яғни осы Д варианты дұрыс. Кірістіру. Иллюстрациялар сурет бұйрығы. Құжатқа суретті файлдан алуға мүмкіндік береді. Әрине, құжатқа суретті файлдан алуға мүмкіндік береді. Басқа жауаптары сәйкес келмейді. Құжатқа фигураны мына бұйрықтардың қайсының көмегімен қосуға болады? Фигураны, міне, фигуралар деп тұр соңғы жауап. Осы жауапты белгілейміз. Кірістіру, иллюстрациялар, фигуралар. Декоративтік мәтінді қосу үшін қолданылатын бұйрық. Декоративті дегеніміз, яғни әртүрлі сәндеу үшін, бұл жерде мені жазуды білсек, бұл декоративті деген мағынаны білдіреді. WordArt.
келесі тақырыпша бізде атау жазулар мен суреттерді пішімдеу. Бірнеше нысанды ерекшелеу үшін қолданылатын перне. Бірнеше нысанды контурлар арқылы ерекшелей аламыз. Нысандарды топтастыру және кері топтастыру бұйрықтары. Қазір оқып алайық. Егер нысандарды топтастыру және кері топтастыру бұйрықтары: егер бөлініп шығарылған нысан пайда болатын болса, формат лентасының тіркеме парағында және шақырылған нысан контекстік мәзірінде орналасады. Бұл кері топтастыру. Басқа жауаптар сәйкес емес, сондықтан да осы С варианты. Фигурадағы бетіне жазу. Фигуралардың бетіне жазу, яғни тек негізгі пішіндер бөлігінің нысандарында ғана болуы мүмкін. Фигурадағы бетіндегі жазу, ол бізде мәтінді қосу контекстік мәзір бұйрығымен кез келген пішінге сызықтардан басқа қосылады. Осы жауап. Санға болмайды. Фигурадағы бетіне жазу, мәтін қосу контекстік мәзір бұйрығымен кез келген пішінге, яғни сызықтардан басқа барлық қосылады.